Жуған киімді теріс жаю керек па дейді. Иә, теріс жаю керек. Себебін айтайын. Барлық себебін айтатын болдым. Оның себебі кір жаятын анау не бар ғой, жіп. Сол кір жаю үшін отдельный тряпочка алып келесің. Сол тряпочканы сулап алып келеді да, мына жіп тұр ғой, ілетін жіп. Сол жіпті бүйтіп сүртеді, тазалап. Оны істейтін әйел жоқ қазір, бәрі не, жалқау. Сондықтан, мынаны сүртіп, мынаны қайта жуу керек, жұмыс көп. Сол үшін не істейді? Киімді наизнанку айландырасың да, терісінен іліп қоясың бүйтіп. Сол кезде мынаның сыртында кірі, шаңы жуынбайды. Бұл салақтықтан шыққан дүние. Қазақ айтады, олақтан салақ жаман дейді. Бұл содан шыққан дүние. Бүйтіп жумаған үшін содан шыққан дүние болады жаным. Түсінікті? Сол үшін енді неге бүйтті де ырым бұл сондай теріс жаю керек деп айтып қойған бағанағы ырым мәселесінде. Солай, сондықтан оған тиіспе. Оның түбінде үлкен философия бар.